Аруақ қонады. Аруақ қонады, сұрамай қонады. Адам қасиетке ие болады. Аруақ қону өрелі адамның бойында болады. Өрелі адамның жанында қасиет беру үшін, ілім беру үшін, ұлылық егу үшін аруақ жүреді. Адам бейнесінде көрініп, алтын нұр болып жүреді. Аруақ қонса, адамның бойындағы бар қасиет үдеп ашылып, адам айтса нанықсыз алапат қуат пен қасиетке ие, көріпкел, ілім игеріп, данышпан болады. Аруақ қонады, адам еректеніп, дараланып, пайғамбарлық іс жасап, ұлтын ұлылайды, құдіретті қасиеті тұқымнан тұқымға кетеді. Аруақты тіктеу. Аруақты тікте, әйтпесе қаурап қалады. Аруақты тікте, әр кез еске ал, жеті нан, құрбан шал, құдайы бер, пәкте. Біз өлді деп жүргендердің барлығы өлмегендер, өлім жоқ. Мына ғажап әлемде өлетін құрымтай бір зат болса, әлем шашылып кетеді. Өмір жасамай, өлім жасаған Құдай олақ. Өмірді өмірге жалғай алмаған Құдай олақ. Өмірді өмірге жалғап, өлімді сәт жасаған Құдай шебер. Құдайдың бар мақсаты өмір тудыру. Аруақ соның кепілі. Аруақты еске ал, еске алмасаң қаурап қалады. Қаурап қалса аруақты тікте, мыңдаған жылдар өтсін. Есімін білсең, тегін білсең, тікте аласың. Аруақты тікте, бәй тоқы, күн таңдама, жеті нан бер. Ойлаған күні жыл таңдама, ай таңдама, Құдайы мал бер, құрбандық шал. Өмірден озғандардың барлығы аруақ, қапыда қалмасын, тікте. Ие қасиет, қабілет, ілім береді, ауыр сәтте көмектеседі. Кие қасиет, қабілет, ілім бермейді, ауыр сәтте көмектеседі. Аруақ ойыңа түссе, түсіңе кірсе, жеті нан бер, қазақша Құран бағышта. Өзгелер сенің айтпағыңды, жеткізбек ойыңды аруаққа жеткізе алмайды. Тілің қанша шұрқақ болса да айтпақ ойыңды, жеткізбек ниетіңді өзің айт. Құран құрастыр, айтпақты қазақша айт, сұрамақты сұра, аруақ түсінеді. Аруақ тіктеледі, ұрпағын қорғап қоршайды, сені қорғайды. Аруақты тікте, сауап, тіктемеу обал. Аруақты тіктеудің өтесі алтау: зират ету, құрбандық шалу, құдайылық беру, тарату, жеті нан беру, тарату, шырақ жағу, еске алу, қорған тұрғызу. Аруақтың маған өтесі өтіп кетті ме деп кекірейгенше өтесін бер. Өткермегің дараланып, айтпағыңның, жеткізбегіңнің өтесі өтетін жерінен өтіп кетсін. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 316-317 беттер.